Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін үй жағдайында кішкентай батон нандар пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 2 стакан суымызды құйып аламыз. Үстінен қантымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Жақсылап тұрып, ерігенше араластырып аламыз. Үстінен дрожжи саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Үстінен ұнымызды илектен өткізіп саламыз. Қолымызбен жақсылап тұрып қамыр илетін боламыз. Қамырымыз өте жүзімшақ, жабысқақ болып шығады. Иін қанғанша жақсылап тұрып илеп аламыз. Бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Енді қамырымызды осылай кішкене ұн сеуіп, ұнның көмегімен бір рет тағы да басып аламыз. 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін осылай қолымызбен, майдың көмегімен осылай домалақтап аламыз. Қолымызды майлап отырамыз. Бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Осылай нанымыз көтерілді, әртүрлі формада болса ештеңе етпейді. Енді осылай әр бөлігін қайнап тұрған суымызға салып аламыз. Әр бетін 30 секундтан қайнатамыз. Тура видеодан да қылдырып қайнатылған суға осылай салып аламыз. Және бірден пергамент қағазын үстінен қоямыз. Осылай әр бөлігін 30 секундтан екі жағынан қайнатып алғаннан кейін пергамент қағазына осылай саламыз. Және де пышақтың көмегімен баспай, ақырын ғана бетінен тілеміз. Осылай кесіп шығамыз, яғни қатты баспаймыз. Енді үстінен әсемдік ретінде кунжут себеміз, ештеңе жақпаймыз. Қызып тұрған пешке 35-40 минутқа салып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, дүкеннен күшті болып шығатын осындай кішкентай ғана батон нандарымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма лайк, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет.